21 ғасырда біздің еліміз ғаламдану және жаһандану процесіне көшуде. Осы процесті жандандырып дамытуда жас ұрпақтың білімі мен біліктілігі орасан зор рөл атқарады. Мұғалімдердің сапалы және инновациялық технологияларды меңгеруі заман талабына айналды. Білім сапасын көтеруде инновациялық технологияларды дұрыс және сауатты қолдану жылдан жылға күрделі және өзекті мәселеге айналуда. Оқыту барысында озық тиімді технологиялар менің тәжірибеме енгізілуде. Оқушыларды тек біліммен қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру мақсатыма айналды. Осының негізінде мен сабақтарымда тиімді оқытудың 7 модулі технологиясын қолданамын. Бағдарлама оқушыларға қалай оқу керектігін үйретіп, соның нәтижесінде еркін, өзіндік ой пікірін жеткізе білетін, ынталы, сенімді болуды қалыптастырады. Бағдарлама 7 модульден тұрады. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер модулінде диалог арқылы оқыту және қалай оқыту керектігін үйрену мәселелері қарастырылады. Диалогтық оқыту тәсілі тиімділігін көрсетті. Ол ұжымдық және өзара білім алмасуға жағдай туғызады. Бұл тәсілмен оқыту топпен әңгімелесу, сұхбаттасу, миға шабуыл, логикалық сұрақ-жауап әдістері арқылы жүзеге асады. Оқушы үшін жаңа ақпаратты қызықты ізденіске айналдыру үшін мен сабақта сыни тұрғыдан ойлау тәсілдерін қолданамын. Осы әдістемені қолдана отырып, оқушылардың белсенділігі арта түскенін байқадым. Сабаққа деген қызығушылықтары күн сайын артып, оқушылар өз ойларын жақсы жеткізе бастады. Ұжымшылдық қарым-қатынасы жетілдіріліп, бір-бірін тыңдауға, басқалардың пікірін құрметтеуге, өзінің және жолдасының қызметін бағалауға үйренді. Болашақ ұрпақты тәрбиелеу мен білім беруде сындарлы оқыту және бағалау маңызды болып отыр. Бағалау жүйесі бұл оқыту мәселелерін болжаудың және жетістіктерін өлшеудің негізгі құралы болып табылады. Ол оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау модулінде қарастырылған. Қазақстанның дамуы үшін оқушылардың таланттары және қабілеттерін анықтау және оларды оқу процесінде дамыту өте маңызды. Дарынды және талантты балаларды оқыту модулін енгізу кейбір оқушыларға өздерін көрсетуге, жасырын қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік береді. Сабақтарымда ойын-сауық сипаттағы тапсырмаларды, ойын сәттерін қолданамын. Кіші жас оқушылардың шығармашылығын дамытуға өте қолайлы. Бұл жаста өзін-өзі көрсету және өзін-өзі жүзеге асыру қабілеттері ерекше маңызға ие. Сабаққа арналған барлық тапсырмалар жас ерекшеліктерін ескере отырып таңдалады. Қазіргі мектеп оқушыларының көрнекі қабылдауына деген ұмтылыс ақпараттық коммуникация процесінде көбінесе мәтіндік белгіден, көрнекі белгінің басым болуына әкеледі. Бұл мәселені шешуге оқыту үрдісінде жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану ықпал етеді. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар танымдық қызығушылықты оятуға, оқу-тәрбие жұмысына проблемалық шығармашылық ізденушілік сипат беруге, оқушының дербестігін дамытуға мүмкіндік береді. Бұл технологияны қолдану арқылы сабақтар оқу іс-әрекетінің ақпараттық тіркеу, жинау, жинақтау, сақтау, өңдеу сияқты жаңа формаларын қамтамасыз ете отырып, сабақты жандандыра түседі. Цифрлық білім беру ресурстарын әдістемелік жағынан сауатты қолдану жай ғана ойын-сауық емес, білім беру мақсаттарына жетуге көмектесетін бір тұтас сабақтың бөлігі болуы керек. Бұл ресурстардың көптеген түрлері бар. Цифрлық білім беру ресурстары білімді тереңірек және саналы түрде меңгеруге ықпал етеді. Ақпараттық құзыреттілігін дамытады, оқытуды даралайды, білімді объективті бағалауға көмектеседі. Өз сабақтарымда цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана отырып, олардың бастауыш мектептегі білім сапасын арттыруға көмектесетін құнды құрал деген қорытындыға келдім. Болашақта мен өзімнің педагогикалық тәжірибемде цифрлық ресурстарды белсенді түрде қолдануды, сонымен қатар олармен жұмыс істеу дағдыларымды жетілдіруді жоспарлап отырмын.